Мисалы сен базарға бардың, машалла жакшынакай помидорың пішірғансың, мұқтаж адамға беріп атасың. Бұл салих амал емес пе? Қытайдан әр түрді дарыланып келген емес, өзіңдің емес менен. Диқандарға да бір нәрсе айтып қойын. Өткенде біреусі менен сұрайды. Ұстаз дейді, базарға дейді, еккен дарбызды алып келсек дейді, текшереді дейді. Текшергенде баяғы өлчөнген химиялық дарылардың емесі проценті көбірек шығады дагын дейді. Сатпайсыз. Андан көрө жакшысы мага 2000 сом, 1000 сом бериң, базарға чыгып сата бериң. Biraz turun deydi, ошол эле дарбызымды дейт. Муздатқыча коюп, 2 сааттан кийин келиң деп туруп, кайра муздатқычаны алып текшерсе, баягы көрсөтпөйт экен. Көрдүңүзбү, мен кааласам сизди саттырам, кааласам саттырбаймын. Азыр базарда сатып аткандары баардыгы ушундай. Баарын эле дары химиясы эмеси, жертсемизгилер чектен ташка ашыкчараак. Зыяны көбүрөөк. Бирок эми сиз дыйканчылык кылдыңыз. Сатам десеңиз, мен разы кылың, мен кагаз жазып берем, сата бериң. Урматтуу мусулман бир туман ана айтат. Устаз дейт, биз ошондой сатабыз, анан өзүбүз жегенге өзгөчө бир эгебиз дейт дарбыз. Шу кандай болот дейт. Мен айттым, жакшы болсо сурабайт элеңиз да сиз. Сиз өзүңүздүн бала чакаңыздын ден соолугуна, өзүңүздүн үй бүлөңүзгө каалабаганды мага жедиресизби? Бул мусулмандарга жедиресизби? Урматтуу мусулман, айтайын дегеним, şu ata babamızdan kalgan ele göң менен башка менен эле жакшы жер семирткичи менен эме кылыңдагын. Элге ошону берүүңүз бул салих амалдардан. Адамдарга жанагындай химиялык дарылар менен эмес, жакшынакай эме продукт берип атасыз.